Алматыда соңғы 7 күнде коронавирус жұқтырғандар көбейген. Бұл туралы қаланың санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Әсел Қалықова хабарлады. Қазір коронавирусты ерте анықтау жұмыстары қолға алынған. С начала января месяца текущего года. Қаңтар айынан бері қалада 300-ден аса адамнан коронавирус инфекциясы зертхана арқылы анықталды. Ал соңғы 7 күнде 9 жағдай тіркелді. Бұл өткен аптамен салыстырғанда 2 есе көп. Қазір шаһарда коронавирустық инфекция қарсы вакцина жоқ. Денсаулық сақтау министрлігі еліміздің барлық өңірін вакцинамен қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдап жатыр. Сондай-ақ мегаполисте тұмау мен жедел респираторлық вирустық инфекция эпидемиясына дайындық басталып кетті. Яғни қаладағы барлық емханалар күшейтілген жұмыс режиміне көшеді. Осы жылдың алғашқы 7 айында жедел респираторлық вирустық инфекция 450 мыңға жуық адамнан анықталған. Бұл өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 8,8%-ға жоғары. Сырқаттанып қалғандардың 61%-ы балалар. Тұрғындарға салу үшін екпе сатып алынған. Вакциналау қыркүйек айынан бастап қараша айының аяғына дейін жалғасады. Африкада өршіп тұр. Вирусты аптасына 4 мыңға жуық адам жұқтырып жатыр. Жалпы маймыл шешегінің қара құрлықта шамамен 23 мыңға жуық адам жұқтырып, оның 622-сі жан тәсілім етті. Мұны Африканың ауруларды бақылау және алдын алу орталықтары мамандары мәлімдеді. Қауіпті вируспен күреске ақш пен Еуропа одағы 380 мың дана вакцина жеткізуге уәде беріп отыр. Бірақ бұл індеттің ошағы саналатын Конгода маймыл шешегін жоюға жеткіліксіз дейді мамандар. Көршілес Ресейде де маймыл шешегін жұқтыру жағдайлары расталды. Қазір науқастар ауруханаға жатқызылып, онымен байланыста болған адамдардың барлығы оқшауланған. Бұған дейін Африкадан тараған кеселдің Таиландқа жеткен айтылды. Індет осы елдің астанасы Бангкоктың 66 жастағы тұрғынынан анықталған. Бүгінде жұқпалы дерт Африкадан көшіп, Еуропаның біраз елінде тарап үлгерді. Бұл неғылған вирус, ол қалай жұғады? Маймыл шешегі коронавирустан да қауіпті ме? Шырақ Байназар бар білгенін айтады. Аурудың ошағы Конго Демократиялық Республикасында пайда болған. Осылайша вирус Африканың басқа елдеріне де тарады. Ең көп зардап шеккендер Нигерия, Конго және Гана мемлекеттерінде. Жалпы статистикаға тек тіркелген және расталған жағдайлар ғана енді. Індет Африкадан өзге мемлекеттерге де тарады. Шілде айының соңында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 116 елде маймыл шешегі ауруын тіркеген. ақш-та 1,5 мыңға жуық жағдай анықталды. Ал Қытай мен Испанияда 300-ден астам адам вирустың құрбаны болды. Инфекционист мамандар аурудың алдын алу бойынша ауқымды шараларды қолданбаса, індет әлем елдеріне кеңінен тарап, салдары қиын болады деп дабыл қағуда. From the IFRC side, we do stand with what is recommended under international health regulations, which is that there's no need to close borders when we are in disease outbreaks. Diseases don't recognize borders. People will continue to cross a border, whether it is a legal crossing or an illegal crossing. It doesn't stop a disease from spreading. Дегенмен дүниежүзілік ұйым жаппай вакцинациялаудың қажеті жоқ. Тек қауіп тобындағылар ғана вакцинациялануы тиіс деп есептейді. Ал Еуропалық одақ қосымша қауіпсіздік шараларын қолданбайтындарын мәлімдеді. Айта кететін жайт, көршілес Ресейде де вирусты жұқтыру жағдайлары расталған. Науқастар оқшаулануға алынды. Шырақ Байназар, Данияр Киікбай, Атамекен бизнес.